Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өрікті қысқа сақтаудың жолын көрсететін боламын. Бұл өріктер езілмейді, дәмі ешқандай бұзылмайды. Осы күйінде жақсы сақталады. Ең бастысы қант аз кетеді бұған. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен біз банкамызды 10-15 минут ыстық суға булап алатын боламыз. Қақпақтарын жеке қайнатып аламыз. Содан кейін өрігімізді немесе абрикосымызды осылай қақ ортасынан бөліп аламыз, яғни сүйектерінен ажыратып аламыз. Менде өзіміздегі ағаштардың жемістері қандай құрты жоқ, осындай әдемі күйінде, әдемі қалпында қысқа сақтайтын боламыз. Барлық өріктерімізді сүйектерінен ажыратып болдық. Енді банкамызда әкелемізде барлық өріктерді жақсылап тізіп шығатын боламыз. Сіздер өрікті таңдаған кезде барынша шала піскен түрін, яғни көкшіл өріктерді таңдағандарыңыз дұрыс. Себебі қазір ыстық су құйған кезде олар езілмейтін болады. Егер сіздің үйіңізде өрігіңіз көбірек болса, қантыңыз азырақ болса, осы әдісті пайдаланып көрсеңіз болады. Себебі балалар ғана емес, өзімізге де қатты ұнады. Ең бастысы өріктің дәмі сол күйінде сақталады. Осылай банкамызды толтырып болғаннан кейін үстіне қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Өрікті бірінің үстіне бірін қатты бас жермеңіздер, жай ғана тізіп шықсаңыздар болды. Енді бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Келесі кезекте сиропқа қосатын қантымызды өлшеп аламыз. Менде 5 банка шыққаннан кейін мен 500 грамм қант өлшеп алдым. Негізі қантты өз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Менде 15 минут уақыт өтті, яғни 15 минуттан кейін бағанағы банкадағы судың барлығын бір ыдысқа құйып аламыз. Банкадағы судың барлығын ыдысымызға құйып болғаннан кейін бағанағы өлшеп алған қантымызды салып араластырамыз. Судың үстіне 1 шай қасық лимон қышқылын қосуды ұмытпаңыздар. Барлығын жақсылап араластырып, отқа қойып, бір қайнатып аламыз. Енді біздің сиропымыз дайын болды. Енді сол сиропты барлық банкамызға толтырып құйып шығатын боламыз. Егер видео ұнап жатса, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Каналға тіркелмесеңіз, тіркеліп қойыңыз, жанындағы қоңырауша белгішесін басып қойыңыз. Менің каналымнан тағы қандай рецепттер күтесіз, өз ойыңызды жаза кетсеңіз болады. Енді банкалардың қақпақтарын жауып шығамыз. Үйдегі ер азаматтарыңызға жақсылап жапқызып алғандарыңыз дұрыс болады. Сенімдірек болады сонда. Банкаларды жауып болғаннан кейін банканың барлығын төңкеріп қоямыз. Бетін көрпемен жауып, жылы орап қоямыз. 1-2 күннің ішінде банкалар толықтай суиды. Содан кейін сақтайтын орындарыңызға апара берсеңіздер болады. Міне, менің сүйікті көрермендерім, біз осылай өріктерімізді қысқа сақтап қойдық. Сіздер де осылай жасап көрсеңіздер болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.